Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып НКТ. Сіздермен бірге Акмансар Бүркітбекұлы. Мен туралы ақпараттың барлығы осы жерде тұр. Ондай болса, көп созбай бастайық. Жалпы информатика пәнінен НКТ сұрақтары осы приказбен тікелей байланысты. Яғни бұл 2023 жылдан бастап қолдану үшін арналған спецификация. Бұл жерге ашып қарайтын болсаңыздар, жалпы 15 бөлімшені қарастырған екен. Анау 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі кітаптардың аралығындағы қамтылған тақырыптардың барлығы бар. Сонымен қатар бізде әрбір тақырыпша, әрбір тақырыбымыз, бөлімшеміз кішігірім тақырыпшаларға да бөлінген екен. Мысалға, ақпаратты ұсыну және өлшеу тақырыпшасы біздің 2 бөлімшеге бөлініп тұр екен. Сондай-ақ, мысалға, бәріміз жақсы көретін программирование тақырыптары, міне 10-шы, ол 4-ке бөлініп тұр екен. Ол программалау тілдері, сызықтық программалау, кірістірілген шарттар, параметрлер цикл, массивтер мен тізімдер және де сұрыптау алгоритмдері де осы жерде бар екен. Ондай болатын болса, көп созбай бізге ашық жаңағы пробный бір тестті талқылап, осы спецификацияның ішінде қай жерде кездесіп жатыр, соларды да қарастырып өтейік. Ондай болатын болса, мен жалпы Teacher Test Center KZ сайтына өттім, жаңағы иным жазып, өз аты жөнім жазып, информатика пәнін қазақ тілінде таңдадым. Ондай болатын болса, бізде 30 сұрақ бар екен. Сол 30 сұрақтың әрқайсысын талдап шығайық және де жаңағы спецификациямен қалай байланыстыра аламыз, соны да қарастырып шығайық. Ондай болатын болса, бірінші сұрақ: ақпараттарды бөгде адамдардың оқуына мүмкіндік бермеу дейді. Жалпы ақпараттық қауіпсіздік бөліміне тікелей байланысты болып тұрған көріп тұрмыз. Бірінші вариант ол ақпаратты өшіріп тастау дейді. Бұны бірден сызып тастай салсақ та болмайды. Болады негізінен, бұл дұрыс жауап емес. Шифрлаған ақпаратты қалпына келтіру, бұл керісінше біз оқи алмайтын ақпаратты өзімізге оқи алатын форматқа ауыстыра алу деген сөз. Шифрлауды шығару, дешифрлау бұл процесс. Жалпы С варианты да соны айтып тұр екен. Ақпаратты дешифрлеу деп тұр. Яғни бізде бір шифрленген ақпарат болатын болса, оқылмайтын ақпарат болатын болса, оны қайта шығарып алу, оқылу форматына шығарып алу дешифрлеу деп аталады. Болмаса шифрлаған ақпаратты қалпына келтіру дешифрлеу деп аталады. Бұл екі вариантты да сызып тастай салайық. Одан кейін бізде Д варианты ғана қалып тұр. Енді ақпаратты шифрлеу процесі, ақпаратты бөгде адамдардың оқуына мүмкіндік бермеу деген сөз екенін айдан анық екенін көріп тұрмыз. Сондай болса, приказға бір көз жүгіртейік. Бұл қандай тақырыпшада келді екен? Ақпаратты ұсыну және өлшеу тақырыпшасында тұрмыз, және де екінші бөлімшесіне қарайтын болсақ, ақпаратты шифрлеу деген міне осындай тақырыпша бар екен. Көріп тұрсыздар, приказдың ішінде тұр. Бұл сұрақ тікелей сол приказдан алынып тұр деп те айтсақ болады екен. Онда болса, екінші сұраққа барайық. Енді екінші сұрақ ол жылға байланысты екен. 1666 жылы алғаш рет кез келген санның екілік санау жүйесінде жазылатыны туралы түсінік берген кім? Алан Тюринг негізінде ол жаңағы соғыс жылдарында өмір сүрген кісі. Мынау Чарльз Бейбидж Лондонда оның алдында өмір сүрген кісі, яғни 1800 жылдары примерно аналитикалық машинаны ойлап тапқан. Одан кейін Ада Лейвлис бар емес па? Сол Чарльз Бейбиджтің аналитикалық машинасына код жазған негізінен ең алғашқы біздің программист деп те атап жатады. Сонда мынау үшеуін жұқа шығару арқылы қарастырып шығатын болсақ, бізде тек қана Д варианты ғана қалып тұр негізінен. Д варианты және де Лейпциг негізінен бұл жылдарды жатқа білгеніміз абзал. Сол жылдардың қандай абактан бастап IBM-ге дейінгі деңгей негізінде біздің есептеу техника даму тарихы тақырыбында қарастырылады. Егер приказды ашып қарайтын болсақ, жалпы ол, мен сіздерге айтайын, есептеу жүйелері емес, компьютерлік жүйелер тақырыбына тікелей байланысты. Көріп тұрсыздар, бұл жерде мынандай тақырыпша бар. Есептеу техниканың даму тарихы дейді. Осындай тақырыпша бар. Осы жерде әрбір жылда, әрбір компьютерлердің, болмаса есептеу техниканың, механикалық есептеу техникаларын шығу тарихы бойынша қысқаша ақпарат беріліп кеткен екен. Міне солардың барлығын сұрақ ретінде қолдану мүмкіндіктері бар. Сондықтан бұл тақырыпты да оқып біліп алғанымыз жөн екен. Бұл компьютерлік жүйе, есептеу техниканың даму тарихы тақырыбы. Лейпцигті таңдадық.
көрдік. Мынау ақпараттардың барлығы, мысалы жаңа айтып жаттым, Чарльз Бэббиджтің аналитикалық машинасы, Ада Лейвлистің оған алгоритм жазғаны, болмаса Тьюрингтің соғыс кездеріндегі жаңа шифрлау программасын жазып шығуы, программасын емес, жалпы алгоритмін жазып шығуы, және де бір шифрланған ақпаратты шеше алуы, сол туралы ақпараттың барлығы осы бөлімшеде қамтылған. Ондай болатын болса, келесі сұраққа өте берейін. Бұл оңай сұрақ деп ойлаймын. Тек қана жылды білу керек, фактіні білу керек, фактіні жатқа біліп алғанымыз абзал. Ондай болатын болса, мынауда корпустар есептеуіш техникаға тікелей байланысты. Есептеуіш техниканың 4 буынын қарастырып жатамыз. Ол бірінші буындарда жаңағы шамдардың қолдануы, екінші буындарда біздің транзисторлардың қолдануы, үшінші буында біз интегралдық схемалардың қолдануы, одан кейін төртінші буын компьютерлері жаңағы микропроцессорларды қолдануы деп атаймыз. Жалпы бұл жердегі ең соңғы буындағы компьютерлер ол IBM компаниясымен тікелей байланысты. Сондықтан мен бірден IBM компаниясын таңдап өтейін. Ал EDVAC, UNIVAC компьютерлер ол бірінші буынның компьютерлері деп те атасақ болады екен. Онда болса, келесі сұраққа өте берейін. Келесі сұрақ компьютерден жаңағы сұрақты тағы да бір тоқталып өткім келіп отыр. Өйткені біз мына жерде есептеуіш техникасының даму тарихын қарастырған кезде біз олардың буындарын міндетті түрде білуіміз керек. Корпустар, компьютер жүйелері екінші бөлімнен тағы да бір сұрақ келді. Енді бұндай кесте тұрады. Ол кестенің әр буындағы өзінің компьютерлері бар, өзінің компьютерлерінің сипаттамалары бар. Жаңағындай қандай негізде жұмыс істеді, мысалы транзисторда жұмыс істеді ма, микросхемада жұмыс істеді ма, микропроцессорды қолданды ма, интегралды схемаларды қолданды ма деген сияқты сұрақтардың барлығы болуы мүмкін. Сондықтан оны да жатқа білгеніміз абзал екен. Ондай болса, төртінші сұраққа өтейін. Компьютерден компьютерге дерек беретін құралдарды жалғауға арналған қосқыш дейді. Енді қараңыздар, компьютерден компьютерге дерек беретін құралдарды жалғауға арналған қосқыш жедел жады емес, ол ішінде орналасқан, компьютердің жадының ішінде, жалпы компьютердің процессорының ішінде, процессор блоктың ішінде орналасқан құрылғы жедел жады кез келген ақпараттардың барлығын обработка жасауға, өңдеуге көмектесетін құрылғы болып табылады. Одан кейін бар бізде негізінен RAM, жедел жады екеуі бір, екеуін сызбастай салсақ болады. Одан кейін бар бізде екі тағы да вариант бар екен, ол жүйелік шина дейді, және де порт дейді. Жалпы жүйелік шина дегеніміз, мысалға wires деп те атайды ағылшын тілінде. Мысалға бізде бір устройство бір құрылғы келесі құрылғымен байланыс алу үшін, арасында ақпарат бере алу үшін міндетті түрде бір линиялармен өтеді. Болмаса жаңағы шиналық линиялармен өтеді деп те атаймыз. Сол шиналық линияларымыз негізі систем бассыз жүйелік шиналар деп атайды. Бұлардың да үш түрі бар. Жаңағы адресті таситын шина, деректерді таситын шина, және де контрольдік сигналдарды таситын шиналар да бар екен. Олардың барлығын систем бассыз жүйелік шина деп атаймыз. Бірақ та біздің сұрақ кішкене басқашалау. Бұл жерде сигналдар туралы айтып тұрған жоқ, болмаса басқару сигнал, болмаса адрестік сигнал туралы айтып тұрған жоқ. Бұл жерде жалпы құрылғылар туралы айтып тұр. Құрылғыларды қосу, жалғауға арналған қосқыш деп тұр. Именно қосқышымыз керек. Сол қосқышымызға тікелей байланысты біздің порт деген жауабымызды таңдай салсақ болады екен. Ондай болса, 5-ші сұраққа өтейін. 5-ші сұраққа өтпестен бұрын қайтадан 4-ші сұрақты аштым. Компьютер құрылғылары, ол бізде қай жерде бар? Жалпы бізде компьютердің қызметі деген тақырыпшаны көріп тұрсыздар ғой. Ол компьютерлік жүйелер деген бөлімшеге тікелей байланысты екен. Ондай болса, 5-ші тақырыпшаға өтейін. Логикалық операциялар терістеу немесе инверсия операциясын қолданылатын сөз дейді. Бұл жерде айдан анық жауап, барлығымыз білетін шығармыз. Бұл 3-ші тақырыпшаға байланысты логикалық операциялар. Біз білуіміз керек дизъюнкция, конъюнкция, инверсияны, біз білуіміз керек ақиқат кестесін құра алуды, және де өрнектерді сызбаға түрлендіруді біз білуіміз керек екен. Ондай болатын болса, мынау инверсияны бірден
тауып алайық. Және негізінен бізде ол конъюнкция, көбейту операциясын орындайды, немесе ол бізде қосу операциясын орындайды, болмаса дезинфекция операциясын орындайды. Ал инверсия болмаса терістеу операциясы бізде емес деген жалпы командасы, логикалық операциясы қолданылады екен. Ал ақиқат деген бұл мүлдем бұл логикалық операцияларға қатысы жоқ, сондықтан бұны белгілемей ақ та қоямыз. Ондай болса, 6-шы сұраққа өтейік. Бұл жерде Wi-Fi ұғымының толық жазылуы дейді. Бұл бізде сымсыз желілерге тікелей байланысты екен. Ондай болса, мына варианттарды бірден қарап шығайын. Бұл Wi деген сөздің өзі негізі wireless, яғни сымсыз дегенге қатысты. Бұл бізде бірақ сөз тіркесіне тікелей байланысты болып тұр. Wireless fidelity деп тұр. Wireless fidelity сөзінің қысқартуын арқылы Wi-Fi деген сөз шыққан екен. Бұны жатқа білгеніміз абзал. Жалпы ағылшын тілінің терминнің ағылшын тілінен қалай шыққаны болып тұр ғой. Бұл бізде сымсыз желі, міне 4-ші тақырыпқа тікелей байланысты. Көріп тұрсыздар, біз тізбектеп келе жатырмыз. Мына жерде 2 сұрақ болды, мына жерде 1 сұрақ болды, мына жерде 1 сұрақ болды деген сияқты, міне сымсыз желіге де жетіп қалдық. Ондай болса, ары қарай жылжайық. 7-ші сұрақ вирустардың жіктелуі. Жалпы вирустардың түрлері өте көп. Енді мына жерде мынау варианттарды қарастырып шығатын болсақ, мысалы доктор дейді, бұндай вирустарымыз жоқ бізде. Детектор дейді, ондайды вирусымыз жоқ. Бірден сызып тастай саламыз да, біз дұрыс вариантын таңдай саламыз. Сонда жоққа шығару арқылы тауып жатырмыз. Біз дұрыс варианттарды бұл А деңгейін есептері болса, А деңгейін тесттері болса керек. Сол троян аттары, троянская конь деген бізде вирустарымыз бар. Және де құрттар, worms деген вирустардың түрі бар екен бізде. Бұл компьютерлік вирус, қауіпсіздік. Қазір көрсетем, бұл тақырыбымыз бізде тікелей байланысты. Мына жерде болу керек ақпараттық қауіпсіздікке. Яғни вирусқа қауіпсіздік. Яғни вирусқа қарсы қауіпсіздік. Міне осы жерде біз қарастырамыз вирустың түрлерінің барлығын. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. 8-ші тақырып. Полиграфиялық сурет облысында қолданатын формат дейді. Негізінен полиграфияда, яғни печаттауға, үлкен ауқымды баннерлерді печаттауға ыңғайлы формат болып тұр ғой. Бұл компьютерлік графика тақырыбы екен. Растрлық немесе векторлық графикалардың арасында таңдауымыз керек. Бізде енді полиграфиялық сурет болғандықтан біз векторлық форматты бірден сызып тастай салайық. Бұл Corel Draw форматы. Және де мен Photoshop форматын бұл жерге енгізбес едім. Photoshop PSD форматында алып тастаймыз. Бізде екі-ақ выборка тұр. BMP немесе TIFF форматы. BMP негізінде ескірек формат. Бұл да сығусыз сақтайды. Суретті качествосы негізінен төменірек деп қарастырсақ болады. Сондықтан бізде качественно сақтайтын, яғни суретті сапалы сақтайтын, және де суреттің форматында качествосы жақсы, және де жаңағы файлдың алатын орнын аздап сақтайтын TIFF форматын таңдауымыз керек сияқты. Бұл жерде полиграфиялық сурет облысында қолданатын формат. Не BMP, не TIFF. BMP ескіреу формат болғандықтан TIFF көптеп полиграфияда қолданады деп осыны белгі аламыз деп ойлаймын. Мына жерде компьютерлік графика тақырыбы 6-5 бөлімшеден өттік. Келесі сұраққа өтейік. Мәтіннің сыртқы түрін өзгерту процесі дейді. Жалпы бұл жерде айдан анық зат, жаңағы Word процессорымен жұмыс істеп тұрмыз. Болмаса бұл мәтіннің түрін өзгерту, бұл есептерді электронды кестелермен көмегімен шешу тақырыбына қатысы болуы мүмкін. Болмаса мәліметтер ор емес. Бұл жерде мәтіндік құжатпен жұмыс тақырыбынан тікелей байланысты шығар. Мәтіннің сыртқы түрін өзгерту процесі. Жалпы көріп тұрсыздар, баспаға шығару, қиып алу, сақтау деген сияқты варианттар бар екен. Бұл варианттардың барлығын алып тастап, бірден форматтауды таңдай салайық. Келесі сұраққа өте берейік. Бағдарлама жадында сақталып тұрған арнайы формулалар. Көріп тұрсыздар ғой, бұл негізінен мен
бекерден бекер Wordқа секіріп кеттім, өйткені бұл тақырыпша нысандарды қарастырған жоқпыз. Бұл Excelге байланысты екен, өйткені мақта да форматтау мәліметтердің пішімі тұр, және де шартты форматтау тұр, барлық форматтаудың барлығы осы жерде қолданылады екен. Ондай болса, келесі сұрағымыз қайтадан Excelге байланысты бағдарлама жадында сақталып тұрған арнайы формулалар дейді. Енді бұл жерде электрондық кестелерде формулалардың жиынтығы, болмаса функциялардың жиынтығы деп қарастырып жатамыз. Олардың барлығы электрондық кесте функциялары, мысалы сум, счет если, жаңағы значит деген сияқты функциялардың барлығы бағдарлама жадында сақталып тұрған арнайы формулалар деп қарастырсақ болады екен. Ал қалған варианттарымыз бізге мүлдем келмейді. Мысалы кесте парағы дейді, ұяшықтар форматы дейді, болмаса формула жолы дейді. Жалпы формула жазатын жолды айтып отыр. Ондай болатын болса, 11-ші сұраққа өтейік. Алдыңғы элементтердің тәуелділігін есепке ала отырып құрылған база дейді. Мәліметтер қоры тақырыбымен кірісіп кеттік. Мәліметтер қоры тақырыбына кірісіп кеттік. Көріп тұрсыздар, нысандар мен оқиғалардың модельдеу тақырыбына ешқандай сұрақ келген жоқ. Бірақ та Excelге 2 сұрақ келді. Одан кейін барып мәліметтер қорымен жұмыс. Бұл жерде енді деректер қорының сипатына қарай, сақталуына қарай жалпы 3 түрге бөлінетін бөлуіміз керек. Ол реляциялық базада анық дейді мәліметтер қоры, одан кейін иерархиялық базада анық мәліметтер қоры, одан кейін барып желілік базада анық мәліметтер қоры болып саналады екен. Яғни бізде иерархиялық бар, бізде реляциялық бар, және бізде желілік бар. Реляция дегеніміз жалпы кестелердің бір-бірінің арасындағы байланысы бар деректер базасы, болмаса деректер қоры деп те айтып жатамыз. Ондай болатын болса, біз сұрақты мұқият оқып алайық. Одан кейін барып таңдауымыз керек. Енді қараңыздар, бізден айттық, мынау кестелік деген бар ғой. Ол кестелік негізінен реляциялық кестелердің барлығы негізінен реляциялықтың ішінде орналасады. Реляциялық дегеніміз айттық, бірнеше кестеміз бар, бірнеше кестеміз бір-бірімен байланысты жағынан байланысты болады. Яғни бірден бірге, бірден көпке, көптен көпке деген сияқты байланыстар бар олардың арасында. Оны да жаңағы мәліметтер қоры тақырыбында қарастырамыз негізінен. Одан кейін барып, мысалға бізде иерархиялық па, желілік па деген сұрақ туындап тұр. Енді біздің сұрақты мұқият қайдан оқып шығайын. Алдыңғы элементтердің тәуелділігін есепке ала отырып құрылған база. Элементтердің тәуелділігін, яғни бізде міндетті түрде алдыңғы элемент болу керек екен. Яғни бізде уровеньдер болып тұр ғой. Уровеньдер болып тұрғаннан кейін бізде иерархиялық базадан осы критерийге келіп тұр. Ал желілік базада анықта ол жерде негізінен әрбір элемент бүкіл элементпен байланысты болады. Сондай характеристика болса, сондай сипаттамалар болса, біз желілік базада анық деп қарастырамыз да. Ал мына кезекте, яғни ол жерде торап болатын болса, тораптың жаңағы уровеньдері болатын болса, бірінші уровеньде тұр, одан кейінгі оның бала шағасы тұр, одан кейінгі уровеньде олардың бала шағасы тұр деген сияқты иерархия болатын болса, біз міндетті түрде иерархиялық базадан таңдаймыз. Міне осылай. Ары қарай кеттік. 12-ші сұрақ, деректер базасының құрылымына байланысты бөлінуі. Міне жаңа ғана айтып өттім, негізінен 3 түрге бөлінеді. Құрылымына байланысты реляциялық, иерархиялық және де желілік. Оларды таңдап алайын. Ол да вариант екен, реляциялық, иерархиялық және желілік. Ал қалған варианттарымыздың арасында бір артық зат қосып жіберген көрінеді. Мысалы реляциялық, иерархиялық және өрістік деп қосып жіберген екен. Ал келесі бұл вариантында желілік, компьютерлік деп те қосып жіберген екен. С деңгейінде, мысалы С вариантына мысалға тораптық деп қосып жіберген екен. Сондықтан бұларды кесіп тастаймыз да, сызып тастай саламыз да, вариантын белгілеп, ары қарай жылжи береміз. 13-ші сұрақ. Python программалау тілінде жазылған программа кодының нәтижесі дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде қызық басталайын деп тұр. Python программалау тіліне келдік. Мен приказды ашып алайын. Приказымда мен әлі асықпай тұрайын. Мен 10-ші бөлімге өтіппін. Әрбір бөлімшені қарап тұрсаңыздар, бір сұрақтан, болмаса бір-екі сұрақтан келіп отыр. Енді программалау деген кезде бірнеше сұрақ кездесуі мүмкін, өйткені бұл жерде бірнеше бөлімше бар екен көріп тұрсыздар. Ол программалау тілдерінің теориясынан басталады. Жаңағы жүйесі, программалау тілдері дегеніміз не ол? Оларды ажырата білуге, жаңағы интерпретатор,
компилятор деген трансляторларды білу, одан кейін барып сызықтық алгоритмдер, кірістірілген шарттар, одан кейін барып циклдар, одан кейін барып массивтер мен тізімдер және де сұрыптау алгоритмдері осыған тікелей кіреді екен. Енді осыларға байланысты сұрақтар кездесуі әбден абзал. Ондай болса, мына кодты талдап тастайық. Ол үшін мен мына жазуымды алайын. Жалпы алдым. Енді қараңыздар, бұл жерде былай дейді. А айнымалысы берілген, А айнымалысының ішінде кез келген сан деген стринг, жол типті мәлімет берілген екен. Енді бізге 10-шы элементті экран бетіне шығару керек. Егер де мен қарастыратын болсам, біздің стрингті жалпы кез келген, мен жазып алайын, кез келген сан деп жазып алатын болсам, енді қараңыздар, менде әрбір стринг, яғни жол типті мәлімет 0-ден өзінің индексін бастайды. Оны жатқа білгеніміз абзал. Яғни 0-ші элемент бізде К, 1-ші элемент бізде Е, одан кейін барып 2-ші элемент З, 3-ші элементіміз мынау тире символы, одан кейін барып бізде пробел жоқ, 4-ші символымыз К, 5-ші символымыз Е, 6-ші символымыз Л, 7-ші символымыз Г, 8-ші символымыз Е, 9-ші символымыз Н. Бізге 10-ші символ керек еді ғой. А 10-ші символдың орны пустой болып тұр ғой негізінен. Көрдіңіздер ме? 10-ші орын, мына 11-ші орын, 12-ші орын, мына 13-ші орын. Көріп тұрғанымызда бізде мынау есептің өзінде, мынау тесттің өзінде қате келіп тұр екен. Енді біз бұл жерде бір вариантын таңдап көрейік, жобалап. Жалпы Е келуі мүмкін емес, өйткені Е жалпы 10-ға жақын тұрған жоқ, жақынырақ тұр енді. Н-ны қарастыратын болсақ, Н негізінде 9-ші орында тұр екен, Е-нің негізінде 5-ші орында тұрғаны бар, 8-ші орында тұрғаны бар. Так, А дегеніміз мүлдем 10-ға келмейді, 10-нан үлкен санның индексінде тұр. К дегеніміз 4-ші орында тұр, болмаса 0-ші орында тұр екен. Ондай болса, жалпы былай ойлауы мүмкін, тест құрастырып жатқан адам мысалға көптеп бізде рейндж берген кезде шатасып кеткен шығар негізінен. Рейндж берген кезде 0-ден 10-ға дейін деп беретін болсаңыздар, анау 10-ші символ ол қатарға кірмейді деп қарастырылады. Сондықтан көп жағдайларда біз бұл 10-ды қарастырмай, 10-ды 9-ға дейін апаруымыз мүмкін. Бізде n әріпін шығарайын деп, 9-ды қояйын деп расчет болған шығар. Сондықтан мен мына жерде мынау n деген әріпті белгілеп кетейін. Көріп тұрғанымызда негізінен бұл жерде қате кеткен екен. n әріпін белгілей берейік, одан ары қарай жалғастырамыз. 14-ші сұрақ. Логикалық көбейту дейді. Жаңадан бері айттық, бұл негізінен тек қана логикаға ғана қатысты емес екен. Бұл жерде негізінен бұл ақпараттардың барлығы, бұл ақпараттардың барлығы негізінен программалауға да қатысты. Жаңағы егер Excel файлында бірнеше шарттармен жұмыс істейтін болсаңыз, олардың комбинациясын құрастыру үшін логикалық осы көбейту, and, или деген сияқты операциялардың барлығын қолдана алуыңыз керек. Сонда бізде логикалық көбейту, бізде бір қана операциямыз бар. Көбейтуді орындайтын ол конъюнкция, көбейту, және де оның символы крыша деп те атаймыз. Оны жаттап алғанымыз жөн. 3К-мыз бар, көбейту, конъюнкция и крыша. Ал қосуды орындайтын бізде дизъюнкциямыз бар, ал терістеуді орындайтын бізде инверсия операциямыз бар. Және де XOR дегенде операция бар, бұл бірақ конъюнкцияға, дизъюнкцияға, негізгі операцияларымызға тікелей байланысты емес. 15-ші сұраққа көтейік. 15-ші сұрағымыз Python программалау тілінде кез келген типтерді элементтердің реттелген жиынтығы дейді. Приказды ашып жіберейін. Приказым мына жерде тұр. Көріп тұрсыздар, біз былай қарап тұрсақ, мына жерден есеп шығардық. Мына жерден сызықтық алгоритмнен есеп шығардық. Одан кейін барып шарттарға мүмкін жаңағы конъюнкцияны беріп жатқан шығар. Одан кейін барып бізге беріп тұр массивтар мен тізімдердің екеуінің біреуін беріп тұр ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Енді былай дейді.
Python программалау тілінде кез келген типтегі элементтердің реттелген жиынтығы мен жоққа шығару арқылы тауып шығайын. Жалпы индекс емес, бағандар емес, жолдар емес, бізде тек қана бір-ақ вариант тізімді құрып аласыздар. Жаңағыдай мысалы осының алдындағы жоқ, ол жерде string қолданған болатын. Бір тізім қолданасыздар. Тізім қолданған кезде мысалы жақшаларыңызды ашып, ішіне әртүрлі форматтағы элементтерді қосып шықсаңыздар болады. Тізімнің әрбір объектісі элемент деп аталады. Оларға индекс арқылы қол жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Ондай болатын болса 16-шы сұраққа өтейік. Бұл жерде былай дейді: массивтердің әрбір алынған жеке айнымалы. Массивтегі әрбір алынған жеке айнымалы дейді. Бұл жердегі егер айнымалы ретінде қарастыратын болсақ, жеке элемент ретінде қарастыратын болсақ, бізде бір-ақ жауап тұр. Типі емес, жиын типі емес, массив индексі емес, біз элементін қарастыруымыз керек. Яғни әрбір айнымалыны жеке элементі ретінде қарастырып алсақ болады екен. Қайтадан тізім туралы болды сұрақ. Көріп тұрсыздар, 15-ші подразделы. Массивтар туралы бір сұрақ келді, тізімдер туралы тағы да бір сұрақ келді. Ондай болатын болса 17-ші сұраққа өтейік. 17-ші сұрақта біз дизайн теориясынан секіріп өткен сияқтымыз. Дизайн теориясын секіріп өттік и веб жобалау тақырыбына өттік. Бұл жерде енді біз білуіміз керек HTML тегтерін, сонымен қатар CSS-ті білуіміз керек. Сонымен болған сияқты жалпы. Кескіннің айналасындағы жақтаудың қалыңдығын анықтайды дейді. Жалпы бордер мен айналасын белгілеп тастауымызға болады. Ал мына жердегі тегтеріміз негізінен BR дегеніміз брейк жасайтын тег. Мынау background color дейді. Мынау бізге таныс емес тег. Сондықтан бізде тек қана бір вариант болып тұр. Ол бордер, и бордерға мысалға меште сипаттама беріп кетсек болады, оның қалыңдығы қандай болады. Келесі қайтадан HTML-ге тікелей байланысты гипермәтінді белгілеу тілі дейді. Бұл жерде тек қана бір-ақ тіліміз бар. Гипермәтінді белгілеу тіліміз hypertext markup language деп бірден ағылшын тіліне аударып тастасақ та болады екен. Бұл HTML тілі. 19-шы сұрақ: гиперсілтеме қою сұхбат терезесін шақыратын батырмалар дейді. Бұл жерде шақыратын батырмалар, гиперсілтемені қою сұхбат терезесін шақыратын батырмалар. Бұл жерде енді бұл тақырыбымыз мысалға 13-ші бөлімге тікелей қатысты екен. Мәтіндік құжатпен жұмыс істеу. Бұл жерде көріп тұрсыздар, міне тақырыпша сілтемелер, гиперсілтемелермен жұмыс істей алуымыз керек екен. Және де сол жұмыс істей алған өзінде біз осындай батырмалар арқылы жұмыс істеу мүмкіндігінде қарастыра ал кетуіміз керек екен. Енді бұл жерде тек қана бір-ақ вариант. Ctrl-V-ді білесіздер, ол ставка, бұл жерде негізінен бұны жатқа білсеңіздер ғана жауап бере аласыздар бұл сұраққа. Негізі қолданып жүрсеңіздер. Ctrl-K жалпы гиперсілтемені қою мүмкіндігін қарастыру керек. 20-шы сұраққа өтейін. Машиналық оқытудың негізі болып табылатын құраушылар. Мені көріп тұрсыздар, біз қосымшаларды әзірлеуден де секіріп кеттік. Енді ең соңғы тақырыбымызға өтпіз негізінде. Бұл жасанды интеллект тақырыпшасы. Жалпы оның бөлімдерін білуіміз керек. Нейрондар дегеніміз не ол, синапстар дегеніміз не ол, олардың барлығын біле алуымыз керек. Енді машиналық оқытудың негізі болып табылатын құраушыларымыз. Бұл жерде егер варианттардың барлығын қарастыратын болсақ, бізге тек қана бір-ақ вариант таныс сияқты, өйткені машиналық оқыту ол деректермен жұмыс істеу керек, ерекшеліктерін белгілеу керек, одан кейін барып алгоритмдерді қолдану керек. Осылай жұмыс істейді машиналық оқыту. Жалпы мысалға машиналық оқытуда сіз бір суретті беретін болсаңыз, оның мысалға мынау суреттерді тізім бересіз, мынау мысалға мысық деп оқытатын болсаңыз, сіз көптеген деректерді қолданасыз, және де ол суреттердің ерекшеліктерін белгілеп бересіз, одан кейін барып ол алгоритмдерді қолданады да машиналық оқыту процесі жүреді. 21-ші сұраққа өтейік. 21-ші сұрақ уже контексттік сұрақтарға ұқсайды. Санау жүйесі дейді. Жаңа санау жүйесіне бізде сұрақ келді ме? Келген жоқ. Басынан бастап келген жоқ. Бірақ та бұл санау жүйесі негізінен
есептеу жүйелері көріп тұрсыздар. Ақпаратты ұсыну және өлшеу тақырыбына тікелей байланысты. Санау жүйесі туралы ақпарат берілген екен. Енді бізге бүйтеді. Санау жүйесінің бөлінуі дейді. Жалпы санау жүйесі, басынан бастап қарастырсаңыздар, санау жүйесін біз екіге бөліп жарып қарастырамыз. Ол позициялық санау жүйесі және де позициялық емес санау жүйесі. Ондай болса, осыны белгілеп кетейін да, мен ары қарай кете берейін. Келесі сұрағымыз, текстің негізінде санау жүйе туралы ақпарат берілген, бірақ та бұл сұраққа аса бір қатысы жоқ сияқты. Ондай болса, сұрақты оқи берейін. Компьютердегі барлық ақпарат түрі екілік кодта сақталынады. 8-дік кодта емес, 10-дық емес, мәтіндік емес. Ол екілік кодта, яғни 0 және 1 арқылы сақталады. Оны білуіміз керек. Одан кейін айтып кететін жағдай, кез келген ақпарат, ол сурет болсын, ол видео болсын, ол музыка болсын, кез келген ақпарат компьютер жадында 0 және 1 арқылы сақталады. Яғни бит формасында сақталады, болса екілік форматта сақталынады деп айтсақ болады. Келесі есептеуге де келіп қалдық. Санау жүйесінде негізінде біз екілік санау жүйесін, 8-дік санау жүйесін, 10-дық санау жүйесін, 16-лық санау жүйесін білуіміз керек, және олардың арасында бір-біріне ауыстыра алуымыз керек екен. Ондай болатын болса, мен мына есепті шығарып тастайын. Маған бітеді. Маған берілген сан 1, 1, 0, 1. Екілік санау жүйесінде берілген санның 16-лық санау жүйесіндегі берілуі дейді. Жалпы бұл сан, көріп тұрсыздар, мынау 10-нан үлкен сан болайын деп тұр. Жалпы 10-нан бастап, бізде 16-лық санау жүйесі, мысалы А, Б, С, Д, Е, Ф. F бізде 15-ші сан 16-лық санау жүйесінде, мынау 14-ші сан, мынау 13-ші сан, мынау 12-ші сан, мынау 11-ші сан, мынау 10-ші сан болып тұрады 16-лық санау жүйесінде. 16-лықта, соны біліп алғанымыз абзал, бұл хексадесимал деп те аталады. Енді мынау санды 10-дыққа ауыстырамыз да, егер мынау жердегі санның біреуі болатын болса, сол әріпті таңдай салуымыз керек болып тұр. Енді мен бұны есептеу үшін жалпы 2-нің дәрежелерін төбесіне жазып кете салайын. Мысалға 2-нің 0 дәрежесі ол 1, 2-нің 1 дәрежесі 2, 2-нің 2 дәрежесі 4, 2-нің 3 дәрежесі 8 екен. Енді мынау бір тұрған жерлердің сандарын, яғни 2-нің дәрежелерін бір-біріне қосам да, мен нәтижені таба саламын. Сонда менде 12, 13 деген сан шығып тұр, ал 13 деген сан 16-лық жүйеде D деген жауап, яғни мін тұр жауабымыз. Ондай болса, жауапты белгілей кетейін. D деген шықты. Ондай болса, бұны белгілейміз, ары қарай өтеміз. Осылай біз 2-ліктен 16-лыққа ауыстыра алады екенбіз. Жалпы 10-дыққа ауыстырдым. 10-дыққа ауыстырғаннан кейін ол жалпы 15-ке дейінгі сан болып тұрғандықтан тікелей ауыстыра салдым. Ал негізінде ол жерде кішкене ауыстыру мүмкіндіктерін басқа жерде қарастыра алғанымыз абзал. Ондай болатын болса, келесі 10-дық санау жүйесінде берілген 100 санның 8-дік санау жүйесінде берілуін қарастыруымыз керек екен. Мен мынаны өшіріп тастайын. Тағы да қалам сапымды алып алайын да, есепке кірісейін. Жалпы сіздер бұл 103 санын 8-дікке, 10-дықтан 8-дікке ауыстыру керек қой. 8-дікке ауыстыру үшін 8-ге бөліп, 8-ге бөліп, қалдығы 8-ден кішкентай болғанша бөле бересіздер, сөйтіп шығарсаңыздар да болады. Ал мен мына жолмен шығарайын. Жалпы 103 санын мен 2-лікке ауыстырып алам. 2-лікке ауыстырып алғаннан кейін барып, мен оны 8-дікке ауыстырамын. Мен бірінші 2-лікке ауыстырамын, содан кейін барып 8-дікке ауыстырамын. Мен не үшін бұны қолданам? Жалпы мен өзім бұны 10-дық сандардың барлығын болмаса, кез келген сандардың 2-лік арқылы шығаруды ұнатам, сондықтан осы әдісті қолданам. Сіздер де жаңағыдай бөлу арқылы шығарсаңыздар болады, егер ыңғайлы болса. Мен үшін осы жол ыңғайлы. Енді 2-лікке ауыстыру үшін мен 2-нің дәрежелерін жазып шығамын. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 деп жазып шықтым. Енді маған 103 деген санды шығарып алуым керек екен осылардың арасынан. Енді мен маған керекті сандардың астына 1 деген сандарды қойып шығам. Сонда менде 103 сан шығу керек. Жалпы 60 былай есептесек те болады негізінен. Мынаны 128
8 ғой. Егер осының алдындағы барлық сандарға 1-ді қойып шығатын болсақ, бізде 127 деген сан шығады. 127 деген сан шығады. Енді мынаның барлығы 1 ғой. 127 деген сан шығады. Ал 127 деген саннан 24-ті алып тастайтын болсақ, 24-ті алып тастайтын болсақ, бізде 103-іміз шығып тұр ғой. Сондықтан мен 24 деген санды алып тастайын да, сол жақтарға 0 қойып тастайын. Содан кейін барып, менде қалған орындардың барлығы 1-ге толтырам. Сонда менде 103 саны автоматты түрде шыға кету керек. 24-ті шығару алып тастау үшін мен жалпы мына жаққа 0 қойсам болады, мына жаққа 0 қойсам болады. Сонда менде -24 шығады, ал қалған орындардың барлығы 1 толтыра салам. Көріп тұрсыздар ғой. Сонда 96-ға қосасыз 7-ні, бізде 903 деген сан шығып тұр. Бұл дұрыс. Енді 8-дікке ауыстыру жолын көрсетейін. Жалпы екілік санау жүйесіндегі берілген мынау санымыз 8-дік санауға ауыстыруымыз керек екен. 8-дікке ауыстыру үшін жалпы былай. Бір 8-дік санау жүйесінде берілген бір цифра үшін біз 3 битті қолданамыз. 3 битті, екіліктегі 3 битті қолданамыз. Сонда мен оң жақтан бастап мынау 3 битті бөліп жарып бір 8-дік сан деп қарастырсам болады. Одан кейінгі 3 символды, қайтадан 3 цифрды бір сан рет қарастырсам болады. Одан кейінгі 3 символды тағы да бір сан ретінде қарастырсам болады екен. Мына мен 127 маған керек емес уже. Мынау да керек емес деп алайын. Жалпы мынақты көріп тұрсыздар, бір-ақ қалды, бір ғана қалды. Енді мен бұны 3 символмен толтырып алу үшін алдына 0-дерді қоя салам, болды. Сонда соңғы 3 символым 1-1-1, одан кейін барып 0-0-1, одан кейін барып 1-0-0 деген 3 символдан 3 биттен тұратын бізде сандар шықты. Енді олардың бөлек-бөлек негізінен жаңағы 10-дыққа ауыстырып шығатын болсақ, бізде 8-дік санау жүйесіндегі санымыз шыға кетеді екен. Енді қараңыздар, бұл жерде бөлек-бөлек есептеу дегеніміз былай. Мына үшеу болатын болса, мен олардың дәрежесін жеке-жеке жазам. Яғни 1, 2, 4 деймді. Мына жақта үшеуі де 1 болып тұрғандықтан 1, 2, 4-тің барлығын бір-біріне қосатын болсам, менде 7 деген сан шығады. Ал мына жерде 1, 2, 4 деп дәрежесін бөлек жазатын болсам, бұл жерде 4 деген сан шығатынын көріп тұрсыздар. Одан кейін барып менде мына жерде 1, 2, 4 деп болғанда бөлек жазам. Сонда менде неқта 1 деген сан шығады. Сонда менде 1, 4, 7 деген 8-дік санау жүйесіндегі сан шыға келді. Енді бұны түсіндіру арқылы шығарғандықтан мен ұзақтау уақыт алдым. Негізінен бұл методика арқылы сіздер жаңағы 10-дықты екілікке де ауыстырып тұрсыздар, мысалға екілікті 8-дікке ауыстырып тұрсыздар. Тура солай 8-дік беретін болса, біз 8-діктің екілікке ауыстыра аламыз. Міне осындай жолды білгеніміз абзал. Енді біздің дұрыс жауабымыз С варианты екен. Мынаны жасыра салайын да, ары қарай жалғайын. Бізде 147 деген жауап шықты. 24-ші сұрақ болды. 25-ші сұрақ қайдан санау жүйесіне байланысты екен. 8-дік санау жүйесіндегі берілген 721, болмаса 721 санының екілік санау жүйесіндегі берілуі дейді. Қайтадан есеп, мен былай барайын. Сөйтейін да, мен мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Сөйтемді қаламды алдым. Енді менде 721 керісінше көріп тұрсыздар. 721 деген саным 8-дікке беріліп тұр. 8-дікте айттық бір сан үшін біз 3 битті қолданамыз. Сондықтан мен мынаны 3 биттін жазып алам, жаңағы дәрежелерін жазып алам да, соң 1 деген санды шығаруым керек. 1 деген санды шығару үшін жалпы мынақа 1-ді қойсам, қалған орындарға 0-ді қойсам, менде 3 битім шыға келді. Көріп тұрсыздар ғой. 2-ні шығарып алу үшін жалпы 1, 2, 4 бұл да бөлек сан екенін білемін. Мынақа 0-ді қоямын, мынақа 0-ді қоямын, мынақа 1-ді қоямын. Ал 7 деген санды шығару үшін 7 біздің 8-дік санау жүйесінің ең үлкен саны. Бұл жерде ойланбай-ақ үшеуінде 1-1-1 деп қойып шықсақ болады екен. Енді мынаның барлығын бірге қосып жазатын болсақ, бізде дұрыс жауабымыз шығу керек. Ол бізде Б варианты сияқты. 3-1 0-1-0 және де 0-0-1. Б варианты дұрыс жауап. Ондай болса, мынаның барлығын өшіріп тастайын да, Б варианты дұрыс жауап болса, дұрыс жауабын бергенде ары қарай өтейін. 26-шы сұрақ, циклдың мағынасы дейді. Енді келесі мәтін бізге уже программалауға тікелей байланысты болып тұр. Жаңа бізде тақырыпшалар бойынша қарастырдық. Ол жерде біз осы именно циклды тастап кеткен болатынбыз. Ондай болса, соған байланысты бір мәтін келіп тұр екен. Сол мәтінге байланысты сұрақтарды қамтып өтейік. Циклдың мағынасы.
жалпы мына жерде көріп тұрсыздар, мәтін берілген, мәтінге қатысы жоқ сұрақ тұр, бірақ енді тақырыпшаға қатысты болғандықтан тікелей жауап бере берейік. Циклдың мағынасы ол жалпы операцияларды қайталау болып келеді. 27-ші сұраққа өте берейін, қалған қарастырмай ақ та қояйын. 27-ші сұрақ. Шартты цикл, біз жалпы екі циклды қарастырамыз. Python тілінде ол параметрлі цикл for, ол мына жерде тұр. Одан кейін барып, шартты цикл ол while циклі. Ол да мына жерде тұр екен. Оны да белгілеп тастайық та ары қарай жылжайық. 28-ші сұрақ, міне кішкене қалды. Енді бізде Python тіліндегі жазылған программа кодының нәтижесін беруіміз керек екен. Енді бұл жерде түсіне алғанымыз жөн. Программалық кодта бізде параметр цикл берілген екен. Параметр циклымыз иді 5-тен бастап жатыр, 10-ға дейін жүгіртіп жатыр. 10-ға дейін деген сөз көріп тұрсыздар, range ғой. Range болғандықтан ол 5-тен бастайды да 10-ға дейін жүгіреді, оның өзін енгізбейді. Сонда мен 5-ті аламын, идің орнына қоямын, сөйтемді S-ке қосамын. S-ке қостым 5-ті, қостым 6-ны, қостым 7-ні, қостым 8-ді, қостым 9-ды. Міне осы жерде бітуім керек. Біткеннен кейін барып экран бетіне S-тің мәнін шығаруым керек екен. Онда болса бізде 18, 26, былай болады. 35 деген мән шығып тұр. Барлығы дұрыс қой. 5-тен бастадым. 35 деген мән шыға кетеді екен. Ондай болатын болса, бізде дұрыс жауабын белгілеп тастайын. Мен мынаны өшіріп тастайын. 35 деген сан шығып тұр. 5-тен 9-ға дейінгі қосындыны таптық. Даже 10-ды қосқанның өзіне, мысалы 40 шатастырып 10-ды қосып кететін болсаңыздар, 45 деген вариант жоқ екен. Сондықтан біз 35 деген вариантты белгілей береміз. 29-ші сұрақ. Бұл жерде Python тілінде жазылған программа кодының нәтижесін табуымыз керек. Қайтадан мен қаламшаны алайын. Бұл жерде I деген айнымалы бар, одан кейін S деген айнымалы бар. Олардың алғашқы мәндері 0-ге тең екен. Енді бізде бетеді while, біздің I, мынау I айнымалымыз кіші болатын болса 10-нан, біз мынау ішіндегі операцияларды жалғаймыз. Яғни мен I-ға қосып отырамын 1-ді. 1-ді қосып отырамын. Сөйтемді 1-ден оны S-ке қосып жіберем. Яғни бірінші 1-ді қостыңыздар, одан кейін барып 2-ні қостыңыздар, 3-ті қостыңыздар, 4-ті қостыңыздар, 5-ті қостыңыздар, 6-ны қостыңыздар, 7-ні қостыңыздар, 8-ді қостыңыздар. Мен 8 әлде кішкентай. 9-ды қостық, мысалға, 9 кішкентай болып тұрған кезде кіреміз. 9 қоссамыз, одан кейін барып 10-ды да қосады екенбіз, өйткені 10 мына жерде болады да, ол қосылып кетеді S-ке. Одан кейін барып шығады да тексеріледі. Көріп тұрсыздар ғой. S-ке қосылып болады, потому что мына жерде 9-дан кейін 10 мәнін қабылдап қояды. Одан кейін барып біз 1-ден бастап 10-ға дейінгі мәндердің барлығын S-ке қосып шығамыз да. Print S вариантын шығарамыз. Яғни бізде жалпы жауап 55, 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандардың қосындысы деп қарастырсақ болады екен. Ондай болса, мен Т вариантын белгілейін да, мынаны өшіріп тастайын. Маған кедергі болмасын. Ең соңғы сұраққа барайық. Ең соңғы сұрағымыз қайтадан. Параметрлі цикл, оның ішінде шарт бар екен. Және де ол шарттың continue оператор қолданған екен. Ондай болса, оны да разбирать етіп бастайық. Мысалға, менде n мен m берілген дейді. Олар 14 пен 26-ға шейінгі аралықты қамтиды екен. Жоқ, аралықты деп тұрған жоқ, оны 2-ке бөліп тұр. n-іміз 14, m-іміз 26, m. Бізде бедеді. I параметр, I айнымалысы на range-де жүгіреді дейді. Яғни n-нен бастайды, 14-тен бастайды. И қай уақытқа дейін жүгіреді? Ол 26 қосылған 1 деп тұр, 27-ге дейін жүгіреді. Яғни 27-нің өзі енбейді деген сөз, яғни 26-ға дейін жүгіреді. Енді циклдың ішінде не орындалады, соғанда назар аударайық. Жалпы орындалатын операцияларымыз ол I бөлінген кезде 2-ге, оның бүтін қалдығы 0 болатын болса. Бүтін қалдығы 0 болатын болса, біз continue операциясын орындайды екенбіз.
continue операциясын орындаған кезде негізінде былай болады. Бұл операцияны орындаған кезде біз аламыз да келесі айға, болмаса келесі итерацияға жүгіріп кетеміз. Айдың мәніне жүгіріп кетеміз. Мысалы, 1 болған кезде бұл continue орын алмайды, бұл шарт орындалып тұрған жоқ. Ал 2 саны болған кезде, 2-ні 2-ге бөлген кезде оның бүтін қалдығы 0 болады да, біз 2-ні қарастырмаймыз да, келесі мына линияны қарастырмаймыз да, келесі айды алып келеміз, яғни 3-ті алып келеміз. Сөйтемізде 3 қаралған жоқ, яғни бұл жерде бір сөзбен айтқан кезде тақ сандар қанша, 14 пен 26-ның аралығындағы тақ сандар қанша, соны санау керек болып тұр ғой, соны қарастыру керек. И мысалы К арқылы соны есептеп жатырмыз. Ал егер ол жұп болып қалатын болса, мысалы 2-ге бөлінгенде қалдығы 0 болатын болса, оны continue арқылы келесі индексті алып кел деп шақырып жатырмыз. Онда осынан барлығын өшіріп тастайын да, мен былай қылайын. Жалпы 14-тен бастап 26 аралығында қанша тақ сан бар, соны санайын. Мысалы 15-іміз бар, 17-іміз бар, 19-ымыз бар, 21-іміз бар, 23-іміз бар, 25-іміз бар. 27 мынаяқта тұрғанымен де білеміз, 27 екінші рейнждің екінші параметрі болғандықтан біз 27-ге дейін жүгіреміз де, сондықтан 27-нің өзін қарастырмаймыз. Сондықтан бізде 1, 2, 3, 6 тақ санымыз бар екен осы аралықта. Енді бұны белгілеп шыға салайын. Одан кейін барып жалпы жауабын көреміз. Енді жаңағы жерде корпус сұрақ, контекстік сұрақтарымыз жіберілген, мысалға ауқымды тақырыптарды қамтып отыр. Ол санау жүйесі мүмкін, менің ойымша, логикалық операцияларға байланысты контекстік сұрақтар келіп қалуы мүмкін, өйткені ұяқта да есептеулер өте көп. Сондай-ақ есептеу жүйелеріне де келді. Бізге келді әрбір тақырыптан өлі дегенде бір сұрақтан келді. Сондай-ақ кейбір тақырыптарымызды жіберілген екен. Мысалы, дизайн теориясы, болмаса нысандарды, мен оқиғаларды модельдеу деген сияқты тақырыптар жіберілген екен, бірақ та олардан да сұрақ келуі мүмкін. Енді мен жалпы информатика бөлімін аяқтадым. Тестілеуді аяқтау батырмасын басайын да. Есептеуді орындап, тестілеуді аяқтау батырмасын басайын. Енді бізде корпустар міне 30-дан 30 дұрыс шықты. Жаңа ғана TIFF форматын таңдаған кезде менде күдік болған, бірақ та ол форматты корпусты полиграфияға көптеп пайдаланатын форматтар деп бір әдебиетте жазылған болса керек, соған байланысты құрылған сұрақ болуы тиісті. Енді бізде 30-дан 30 шықты. Корпустар мынау приказбен тікелей жұмыс істейтін болсаңыздар, сіздер ешқандай тестте қиналмайсыздар, ондай сұрақтарды, ондай бөлімшелерді оңай қамтып шыға аласыздар деген сөз. Бұл енді бұл жақта пайдаланған әдебиеттерді қарастыратын болсаңыздар, бұл әдебиеттеріміз, мысалға ұсынылған әдебиеттер тізімі өзімізге белгілі жаңағы Атамұра, Алматы баспасының кітаптары 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныптар аралығындағы кітаптар жиынтығы болып табылады екен. Енді қысқаша біз бренд онлайн курсы жайлы да айтып кете салайын. Жалпы бұл информатикадан НКТ-ға дайындалу үшін сіздер үшін арнайы курс әзірлеп отырмын. Ол бренд онлайн мектебімен совместно орындап жатырмыз. Бұл жерде не бар? Жалпы жаңағы приказды көрдіңіздер, приказда 15 раздел бар екен білесіздер. Соған байланысты мысалға осындай әрбір разделге видео жинақ, видео сабақтар әзірленген болатын. Ол менің авторлық курсым болып тұр. Ол сонымен қатар әрбір бөлімшеде, мысалы бірінші бөлімшені ашатын болсақ, бұл жерде мысалға 2-3 видеодан болады. Сонымен қатар әр бөлімшеге, әр видеоға байланысты тесттер жинағы бар. Сонымен қатар бұл тесттер жинағымен қатар біз жаңағы теоретикалық материалдардың барлығын қамту үшін сіздерге арнайы мынандай кітапшада жасап отырмыз. Мысалға ақпаратты өлшеу тақырыпшасына бізде мынау осы именно жаңағы спецификацияда кездесетін оқу мақсаттары мен тақырыпшалар және де тапсырманың мазмұнына байланысты құрылған осындай теоретикалық кітапшаларды жинастырып отырмыз. Оның барлығын жаңағы бренд онлайн Instagram парақшасына барып
осы информатика курсына тіркеліп осындай сабақтарға доступ ала аласыздар. Ондай болса жаңағы емтихандарыңызда сәттілік. Сіздермен бірге болған Әкім Аңсар Бүркітбекұлы. Мен туралы ақпарат мына жерде тұр. Жалпы егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.